Ер адамның пісірген тамағы неге дәмді болады? Адам ата жерге түскен соң, Жебірейіл періште оған ас пісіріп жеуді үйретеді. Жеміс-жидек, көкөніс, шөп-шалам, дәнді дақылдардың қасиетін түсіндіреді. Тамақ пісірудің қыр-сырын меңгерген Адам ата білгенін Хауа-анаға үйретеді. Содан бастап, адаластан әртүрлі тамақ пісіріп жеу дәстүрге айналады. Ас жасауда алғаш рет Адам ата Жебірейілден үйренгендіктен, ер адамның пісірген тамағы дәмді, асы берекелі болады екен.